sabah ya. 11'de olur. Naci. Ajar. Көңілімізді көтеріп, әртүрлі әуеннің ырғағымен, әртүрлі қимылдар жасаймыз. Қане музыканы тыңдаймыз. Бірінші бала жай жүрістен бастаймыз. Әуен өзгергенде қимылдарымызды өзгертіп тұрамыз. Қане жай жүріс. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер ме қонақтар? Бізге кім келді? Аю. Я балалар Аю келді, я? Сәлеметсің бе Аю? Сен мұнда не қылып жүрсің? Мүлдем көңіл күйім жоқ. Не болды? Өйткені менің Маша досымды білесіңдер ғой? Сол Маша досыма мен пианино, гитарада ойнауды үйреткен болатым. Ал енді ол маған басқа аспаптарды үйрет дейді. Ал мен басқа аспаптарын мүлдем білмеймін. Сенің Машаға
pianino үйреткеніңді, гитара үйреткеніңді білеміз, иә, балалар? Көрдік біз, иә? Мультфильмнен көрдік, иә? Енді Аю мұңайма. Біз саған балалармен көмектесеміз. Балалар көмектесеміз бе Аюға? Көмектессеңдер жақсы болар еді. Ол үшін балалар біздер қазір бір ерекше әлемге сапар шегеміз. Қане балалар, бәріміз маған қараймыз. Ол ел картада, ешбір картада жоқ ел. Оны тек қана музыканың жақсы көретін бір елі бар. Ол елге бару үшін біз мына Аюдың көңілін көтеру үшін Аюдың жүрісін салып, оның аң достарының жүрісін салып барсақ, тез жетеміз. Жарай ма балалар? Қане олай болса, кеттік жүреміз. Аюдың жүрісімен. Қонжықтарша қорбандайық. Қонжықтардай қорбандап жүреміз, асықпай аяқты жай басып. Аюларша маймаңдап келеміз, күшкімізге бал жинап тасып. Томпаңдап жүріп. Аю, міне біз музыка әдебіне келдік. Қане балалар, орындықтарға отырамыз. Келдік. Қандай көп аспаптар. Олардың аттары қалай аталады? Тыңдамыз. Ерхан, қане Аюға мына аспаптардың атын қалай аталатынын айтып берейікші? Айтып береміз ба? Аю білмейді екен. Ал олар қалай дыбыстайды? Оны да айтып береді қазір. Бірінші балалар атын атап берсін, иә балалар? Бізде бұл қандай аспап? Ал бұл қандай аспап? Жетіген, жарайсыздар балалар. Ал бұл қандай аспап? Қобыз екен, иә? Аюсында. Бұл қандай аспап? Дауылпаз, иә. Әртүрлі аспаптар және де Аю. Біздің аспаптарымыз топ-топқа бөлінеді. Мысалы, қазір біздің балаларымыз сізге айтып береді. Қанша топқа бөлінетінін. 4 топқа бөлінеді, иә балалар? Неше топқа бөлінеді дедік? 4 топқа бөлінеді, иә? Міне, мынау біздің бірінші топ қандай? Қандай аспаптарға жатады мына аспаптар? Баспалы. Иә, олар баспалы аспаптар тобы. Міне, баспалы аспаптар тобы. Тамаша. Ал мынау қандай топ балалар? Қандай аспаптар тобы? Ұрмалы. Иә, ұрмалы аспаптар тобы. Бұнда тек қана ұрып ойнайтын аспаптар жатады, иә? Ал бұнда қандай аспаптар жатады? Үрмелі. Иә, үрмелі аспаптар. Үшінші топ үрмелі аспаптар. Бұларды үрлеп ойнасақ, әдемі әуен шығады. Бұл қандай аспаптар? Қандай аспаптарға жатады мына аспаптар? Домбыра, гитара. Қандай аспапқа жатады? Қандай? Шекті. Шекті аспаптарға жатады, иә? Бұл шертпелі аспаптар. Міне осындай 4 аспапқа бөлінеді екен Аю. Ендеше Аю дауысын тыңдағысы келіп тұр бұл аспаптардың, иә балалар? Қане аспапқа дауысын, қалай дауыстар шығады екен айтып берейік. Қандай керемет. Бұл біздің ұлттық аспабы домбыра. Аю бұл қобыздың дауысы. Я гитара, бізде міне гитара. Міне гитара. Міне гитарамыз, иә? Міне скрипкамыз. Былай ойнайды, міне скрипка. Бұл ненің дауысы? Қандай аспаптың дауысы? Баян, иә? Міне мынандай баян бар бізде. Баянның дауысы. Оны біздің Аю біледі. Тыңдап алайық, бұл қандай аспаптың дауысы? Жетіген. Қане бізде жетіген? Міне жетіген. Жарайсыздар балалар.
Міне аю, біздің аспаптардың дауысы осылай шығады екен. Өте тамаша. Қандай көп аспаптар бар. Балалар, осы барлық аспаптардың барлығын жинап, бірге ойнасақ, үлкен оркестр болады, иә? Маша, аю, бізде осы аспаптардың барлығын қосып ойнасақ, үлкен оркестр болады. Ол оркестрді кім басқарады, балалар? Оркестрді. Кім басқарады былай? Кім басқарады, балалар? Дирижер басқарады, иә? Барлық оркестрді дирижер жетекшілік жасайды. Дирижер? Иә. Ол қалай жұмыс жасайды? Бұл кім бізде? Дирижер дегеніміз музыкалық аспаптардан құралған оркестрді басқаратын адам. Енді есіме түсті. Балалар, аюға көрсетіп береміз бе? Қалай дирижер оркестрді басқарады? Көрсетіп береміз бе? Қазір балалар, аюға көрсетіп берейік. Қалай дирижер жұмыс жасайды? Орнымыздан тұрамыз, балалар. Мына қимылдарды қайталаймыз. Міне дирижер жұмыс жасайды. Аю, қара, дирижер осылай жұмыс жасайды. Балалар, осылай. Міне аю, дирижердің жұмысы осындай, иә, балалар? Ол біз дирижерді көрсеттік аюға. Енді есіме түсті. Мен достармен гитарада ойнағанда, Маша досым да осылай жасаған болатын. Мен енді оны Маша досыма барып, ол дирижер екенін айтып үйретейін. Асықпа аю, біздің балаларымыз қазір саған аспаптарда ойнап және аспаптар ән айтып береді. Тамаша. Қандай тамаша. Қане балалар, біз аюға аспаптар әнін орындап береміз бе? Оны орындап беру үшін алдымен біздер даусымызды жаттықтырып аламыз, иә? Даусымызды қыздырып, ернімізді жаттықтырып, мысалы, аю сен де жайғасып отыр, біздің балаларымыз қазір дауыс жаттықтырып. Ерхан, қане балалар, бірінші даусымызды жаттықтырып аламыз. Балалар, музыкада неше нота бар дедік? Әдемі. Музыкада неше нота бар? 7 нота бар дедік, иә? Қане, мен айтам, сосын сендер қайталайсыңдар, жарай ма? До, ре, ми, фа, естімей? Соль, ля, си, кері айтамыз. Енді балалар, ернімізді жаттықтырайық, иә? Біздің ән айтуымыз үшін ернімізді былай созып тұру керек, иә? Сол үшін қане орнымыздан тұрайық. Самолетпен, қазір даусымыз арқылы самолет ұшырамыз, иә? Самолет бір орында тұрғанда былай тұрады, міне қараңдар. Деп тұрады, иә? Қане бір орында ұшырайықшы самолетті. Иә? Қане ернімізді дірілдетейік. Енді сол самолетті ұшырып жібереміз жоғарыға. Кеттік ал. Енді қайтып алып келеді сол самолетті. Кеттік. Біз ернімізді тұрайық. Енді тынысымызды жаттырайық, иә? Тыныс алып алайық. Тыныс алу үшін бірінші шарды қалай үрлейміз? Тыныс алғанда бірінші демді ішімізге аламыз, иә? Күте бірлейміз шарды, иә? Қане. Жарайсыздар балалар, ендеше даусымызды қыздырдық, ернімізді жаттықтырдық,
демімізді алдық. Енді біз ән айтуға аспаптарымызды дайын сияқтымыз, иә? Олай болса, балалар, мына жерден әркім өз аспабын алып, жарты шеңберде тұрамыз. Аю, саған ұнады ма балалардың аспаптары? Я, ұнады. Қандай керемет аспаптар. Мен үйреніп алдым аспаптарды. Ендеше, Аю, біздің мына музыкалық аспаптар елінде балалармен бір қызық ойын ойнаған келе ме? Әрине ойнағым келеді. Балалар ойнаймыз ба? Олай болса, аяғымызды түсіреміз. Олай болса, балалар, ойынның аты аспаптың тобын тап деп аталады. Кәрім демеш қолынан. Баспа аспап қойды. Міне Динарамен әдемі бірінші жаптық болды. Міне бірінші. Балалар, дұрыс па қарайықшы, мұнда шекті аспап, мына үрмен аспап қой. Мынау шекті аспап. Міне шекті аспаптарды жапсырамыз. Міне тек қана ұрма. Ұнады. Көңілді ойын екен. Ал енді балалар, мен сендердің арқаларында барлық аспаптарды үйреніп алдым. Енді мен оны барып, Маша досыма барып үйретейін. Сау болыңдар, балалар. Жарайды, сау бол, Аю. Балалар, Аюға сау болыңыз деп айтайын. Деп ойлаймын, иә? Үйреттік па аспаптардың барлығын? Иә? Қалай дауысы шығатын, дирижердің қалай ойнайтынын бәрін көрсеттік, иә? Енді өзіміз бір серігіп алайық. Балалар орнымыздан тұрып, тұяқтастармен қасықтарды алып, жүреміз балалар. Жүреміз. Ұнаса, егер сендерге өте қатты ұнаса, онда сендер мынау түсінеді. Иә, сендерге қатты ұнады. Ал егер сендерге бәрі түсінікті болса, міне, сендерге бәрі түсінікті да. Егер ештеңе түсінбеген болсаң да, онда мынау түсінеді. Иә? Қане енді, білеміз ғой да, өзімізді таптық па мынаның ішіне? Отырыңдар. Егер сендерге сабақ ұнаса, мұнда ілеміз, иә? Егер бәрі түсінікті болса, мұнда ілеміз. Ештеңе түсінбесеңдер, мұнда ілеміз. Қане келіңдер, Зейнепке бәрі түсінікті екен, иә? Әжемеге қатты ұнапты. Мен сен дым түсінбедің ба?
жарайды мына қатты ұнады саған иә отырамыз жарайды отырамыз осымен ұйымдастырылған іс әрекетіміз аяқталды балалар жарайсыздар балалар енді сендерге бүгінгі сабаққа жақсы қатысқандарыңыз үшін бүгінгі ұйымдастырылған іс әрекетке жақсы қатысқандарыңыз үшін сіздерге мынандай жұлдызшалар беремін иә алғыр деген талантты саналы ізетті мейірімді Самал апай бармайшы. болды